Сәлем барлықтарыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен алқа жасайтын боламыз. Ол үшін бізге мінекей соединительный колечко және осындай қара түстен беконус керек болады, өте әдемі, және крем керек болады. Және біз оның бәрін осы ювелирный тросқа жинайтын боламыз. Өзіміздің ойымыздың өлшеміне қарай өлшеп аламыз және оны осылай екіге бүктейміз. Енді әрі қарай екеуін теңдестіріп, осыған кремді кигізетін боламыз. Бұл бізде алдыңғы чокерде көрсетілген болатын, жасалу жолы дәл сондай мінекей. Және оны осыны төменге қарай, яғни басына осылай апарамыз. Мінекей. Апарған жеріне дейін осылай, барған жеріне дейін осылай апарамыз. Және дұрыстаймыз, кремпіміз тік тұру керек, яғни қисайып кетпеген болу керек. Мінекей. Және осы екеуін кремпті алып, енді не істейміз? Қатты қысып тастаймыз. Мінекей. Осылай қысып тастаймыз. Енді әрі қарай кигіземіз, яғни беконусты аламыз. Беконусты аламыз және екі соединительный колечко кигіземіз. Екеуін қатарынан кигіземіз. Жәнекей, міне бізде осындай көрініс пайда болады. Мына кремп бізге қазір соңында керек болады. Әзірше алып қоямын. Мінекей. Енді әрі қарай не істейміз? Қараңыздар. Ашамыз, яғни лескімізді, ювелирный тросымызды ашамыз және осыған қараңыздар. Міне, біреуіне беконус кигізім, екеуін қатар ұстаймыз, екі соединительный колечко кигіземіз. Мінекей, екеуін қосып кигіземіз. Міне. Және қараңыздар, біз бір жағына салдық па, енді екінші жағына беконусымызды салатын боламыз. Мінекей. Мінекей, беконусымызды салып, енді екеуін қайтадан ұстап отырып, мінекей, екі соединительный колечко кигіземіз, екеуінен кигіземіз. Мінекей. Осының бәрін енді төменге апарамыз. Мінекей. Міне, бізде осындай пайда болады. Әрі қарай жинаймыз. Әрі қарай жалғастырамыз. Мінекей, қайтадан беконусты кигіземіз, екеуін қосып ұстау арқылы екі карабин кигізетін боламыз. Мінекей, біреу және екеу. Қайтадан мына жағына кигізіп, мына жағында жоқ, яғни осы жағына біз не істейміз? Қайтадан беконусты кигізетін боламыз. Кигіземіз. Және қайтадан екеуін қатар ұстап отырып, екі карабин кигіземіз. Мінекей. Және осының бәрін не істейміз? Төменге түсіреміз. Мінекей, бәрін төменге түсіргенде бізде осындай болып пайда болады. Мінекей. Біреу астына, біреу үстіне осындай болып пайда болады. Осылай жинаймыз. Әрі қарай дәл солай қайталаймыз. Мінекей. Міне көріп тұрсыздар, мына жағымызда біздің беконус жоқ. Яғни осы тұрған бойдағы лескімізге беконус кигіземіз. Мінекей, беконусты кигіздік. Және екеуін қатар ұстап тұру арқылы не кигіземіз? Екі карабин кигіземіз. Мінекей. Мінекей, екі карабин кигіздік және төменге түсірдік. Енді міне өзі анық көрініп тұрады. Қайтадан моншағымызды кигіземіз. Камераның жағынан кішкене қиын болып тұр. Және төменге қатты тартамыз да, тросымыздың екеуін бірдей қылып ұстап, екі карабин соединительный колечкомызды кигіземіз екеуін. Мінекей, төменге қарай түсіремін. Мінекей, бізде дәл осындай көрініс пайда болады. Дәл осылай лескімізді жинап шығатын боламыз. Мінекей, мен аяқтап болдым. Бізде қараңыздар қандай әдемі. Осындай алқа шықты. Менде манекен жоқ, манекенге тағып көрсететін өте әдемі. Қараңыздар. Дәл осыдан браслет жасасаңыздар да болады. Мінекей, соңғысын осылай аяқтадым. Екі лескіні бірдей қойып, соңғы беконусымызды кигіземіз. Мінекей. Енді әрі қарай не істейміз? Әрі қарай бізге дәл осындай қылып аяқтау керек. Ол үшін бағанағыдай екі қатар ұстап, осыған тросымызды бірдей қылып ұстап, оған кремпімізді кигіземіз. Мінекей. Кигізіп, осындай төменге апарамыз. Мінекей. Енді осы жерде қалай қыламыз? Осы жерде мінекей. Біреуін алдық, бір тросымызды алып, осыдан қайтадан карабинмен және біздің міне беконуспен төменге тартамыз. Мінекей. Бұл жерде бізге круглая губка керек болады көмекке. Осылай ұстап тұрамыз, яғни шығып кетпеу үшін. Және осыны біз барынша төменге тартамыз. Өйткені біздің басымызда өте қатты босап кетпеу керек. Мінекей. Осылай қатты төменге тартамыз. Міне бізде осындай петличка сияқты болып қалады. Енді осы жерден әлде де тартамын. Мінекей. Әлде де төменге тартамын тағы да. Мінекей. Осы жерден қатты төменге түсіріп, кремпімді осы жерден қысқашымызбен қысып тастаймыз. Мінекей. Бізде пайда болды осындай. Енді мына екі жерін не істейміз? Қиып тастайтын боламыз. Тым қиындығы жоқ. Мінекей. Бізде алқамыз мінекей дайын болды. Енді оған соединительный колечкомызбен кигізетін боламыз.
қараңыздар, өте әдемі. Бұл как чокер сияқты да жүреді, қараңыздар. Өте әдемі тұрады. Енді екі басына соединительный колечкомызбен крабымызды кигізетін боламыз. Мінекей соединительный қондырдым. Оны өздеріңіздер жасай аласыздар. Мінекей қараңыздар, қандай әдемі болып шықты, өте әдемі. Манекенге тағып көрсететін манекен болмайды тұр. Өйткені манекенге тағып көрсеткенде бұл бұдан да бетер әдемі болып көрінетін еді. Бұдан сіздер безік жасасаңыздар да болады. Бұны как чокер ретінде тағасыздар. Мінекей мойындарыңызда өте әдемі болып тұратын болады. Егер видео ұнаған болса, арнама тіркеліп мені қолдап кетіңіздер. Және жаңада тіркеліп жатқан және тіркелушілеріме алғысым шексіз. Қазақ тілдік арнаның дамуына осы үлестеріңізді қосып жатқандарыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.